Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін сайттағы таныстық жайлы қызықты оқиғаны айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. 20 жасар Наурыз есімді жігіт өзінің қызы болмағандықтан инстаграмдағы қыздың барлығын көріп, яғни барлық қыздармен сөйлесіп, шаршап ақыры өзінің жұбын таппай сайтқа кіреді, яғни сайттағы қыздармен таныса бастайды. Сөйтіп өзінің анкетасына әдемі фотоларын қойып қойды, кәдімгідей косметологмен тұрған, спорт залда жүрген, машинада болған фотоларын қойып анкетасын жылтыратып толтырып қояды енді. Сөйтіп қыздарды іздей бастайды енді. Сөйтіп ары іздейді, бері іздейді. Сөйтіп енді өзімен жасы Майя есімді қызбен сөйлесе бастайды енді. Майя енді медийска болатын енді. Қазақша онша қатты сөйлесе бермейтін енді. Сөйтіп Наурыз бен Майя кәдімгідей сайтта сөйлесіп, кәдімгідей бір-бірін таныстырып, кәдімгідей бір-бірінен ру сұрасып ары қарай сөйлесіп кетеді енді. Арада енді бір 6-7 айдай уақыт өтеді енді. Кәдімгідей екеуі үздіксіз сөйлесіп, бірін-бірі ұната бастайды енді. Сөйтеді де Наурыз айтады: "Давай, Майя, екеуміз кездесейік, шынайы өмірде кездесіп, кәдімгідей шынайы ата-шешені құрайық, екеуміз паркке қыдырайық, тамақтанайық" деп ұсыныс жасайды. Майя болса: "Ну, жарайды енді, мен бір аптаға дейін бос емеспін, бір аптадан кейін босаймын, онда бір аптадан кейін кездесейік." Сөйтіп енді Наурыз енді Майямен кездесу үшін жұмыс жасап ақша таба бастайды енді. Анау-мынау үйдің анау-мынау жұмыстарын істеп, көршілерінің анау-мынау жұмыстарын істеп ақша тауып бастайды енді. Сөйтеді де бір апта өткеннен кейін кәдімгі өзіне жақсы киім алып, кәдімгідей ақша жинап, Наурыз Майямен кездесуге барады. Майямен кездесуге барғаннан кейін бірінші алғаш рет паркте кездеседі. Паркте кездесіп, кәдімгідей екеуі жаяу жүріп, бір-бірімен жақсылап тұрып әңгімелеседі енді. Сосын Наурыз оны кафеге апарады. Кафеге бірге тамақтанып, бірге шай ішіп, кәдімгідей әңгімелесіп отырады енді. Сосын айтады Майя енді: "Давай, екеуміз онша кинотеатрға барайық. Кинотеатрға барғаннан кейін сен мені үйіме шығарып сал" деп. Сөйтіп Наурыз бен Майя екеуі бір романтический бір киноны таңдап сол кинотеатрға барады. Сол кинотеатрдың артыңғы жағында отырып, екеуі попкорнмен кәдімгідей кино қарап отырады енді. Енді романтикалық кино болғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, енді сүйісетін жерлері бар, перісетін жерлері бар енді. Сол кезде Майя мен Наурыз енді бір-бірін ұстай алмай кәдімгідей екеуі бірін-бірі сүйісіп кететін енді. Екеуі бірін-бірі сүйісіп кәдімгідей аймаласып кететін енді кинотеатрда. Сөйтіп егер кино жақсы аяқталып, кәдімгідей екеуі жақсы сезімде болып, Майя мен Наурыз, сөйтіп екеуі үйіне қайтады енді. Үйіне қайтқаннан кейін Наурыз Майяны шығарып салады. Майяны шығарып салғаннан кейін Наурыз кешкісін енді Майяға жазады енді: "Қалай, бүгінгі күнің қалай өтті? Ұнады ма саған?" деп. Майя: "Өте керемет, өте керемет, ұнады маған" деп. "Давай тағы да кездесіп бір осылай" деп айтады. Сөйтіп Наурыз болса қайтадан ақша жинап, тағы да кездесуге дайындала бастайды енді. Сөйтіп бұл жолы Наурыз айтады: "Давай, екеуміз олайша бір квартира жалдап, бір квартирада кәдімгідей екеуміз күнімізді қызықты өткізейік" деп. Сөйтіп Майя болса: "Давай, қарсы емеспін" деп, ол да келісе кетеді енді. Сөйтіп Наурыз кәдімгідей бір апта бойы тынбай жұмыс жасап, ақша тауып, бір квартираны жалдап, кәдімгідей ішіне анау-мынау заттар алып, суши, пицца, сушинек барлығын алады енді. Сөйтіп алады да Майяны сол квартираға шақырады. Екеуі кәдімгідей сол квартирада кәдімгідей күндерін қызықты өткізіп, бірге тамақтанып, бірге кино көреді енді. Бірге кино көріп, кәдімгідей бірге фотоға түсіп, бірге күндерін жақсы өткізеді енді. Сөйтеді Наурыз айтады: "Давай, екеуміз онша бірге болайық, осы түні бірге болып, бірге төсекте рахаттанайық" дейді енді. Майя болса енді метиска болғандықтан: "Ну, енді мен қарсы емеспін, бірақ екеуміз үйленетін болсақ, екеуміз үйленбейтін болсақ, қосылып не керегі бар" дейді енді. Наурыз болса: "Ей, жаным, үйленеміз, бұйырса тойымыз болады. Просто екеуміз үшін бір керемет күн болғандықтан осы керемет күнді до конца керемет қылып өткізейік" деп екеуі енді Наурызын сөйтіп сөзбен алдастырып енді Майяны төсекке тартады енді. Екеуі сол түні кәдімгідей бір-бірін қатты ұнатып, кәдімгідей сол түні кәдімгідей бір-бірінікін жалап, кәдімгідей екеуі рахаттанып 3-4 сағат бойы ойнап күліп от души періседі енді. Сол періскеннен кейін таң атып енді кәдімгідей екеуі квартираны жинастырып, бірге жуынып, шайынып, сол квартирадан шығып кетіп, екеуі екі жаққа тарап кетеді енді. "Давай жаным, мен жұмысқа кетемін. Давай кездесеміз, сөйлесеміз" деп. Сөйтіп Майя мен Наурыз екеуі екі жаққа кетіп алады енді. Сол күннен кейін енді Наурыз жазады енді: "Майя, кешірші, менде бір жағдайлар болып қалды. Екеуміз енді бірге бола алмаймыз. Осы жерден ара қатынасымызды тоқтата салайық" деп. Майя болса: "Сен басың істей ма? Менен де пайдаланып алып, мені лақтырып кетпекшісің бе? Сен солай жасап отырсың ба? Мен сені сотқа беремін" деп
наурыз қорқытады енді. Наурыз болса қорқып кетіп, мәссаған мен не сотталып кетем ба не деп кәдімгідей жаны шығып, давай онда Мая бір күні кездесейік, екеуміз кәдімгідей сөйлесейік, ақылдасайық дейді енді. Сөйтіп Наурыз бен Мая бір күнде белгілеп екеуі қалада кездеседі енді. Сөйтіп бір-бірімен сөйлесіп кәдімгідей ақылдасып, ақыры соңында Наурыз Маяға үйленетін болып екеуі кәдімгідей үйленуге шешім қабылдайды енді. Арада бір 3-4 уақыт өткеннен кейін Наурыз той жасап, ұланғасы той жасап, достарын, құрдастарын, ағайын туысқандарын барлығын шақырып, метис қыз яғни Маяға үйленеді енді. Сөйтіп арада 9 ай өткеннен кейін Мая мен Наурыздың баласы дүниеге келіп, кәдімгідей өбілі-шүбілі болып, кәдімгідей алдағы уақытта кәдімгідей бақытты ғұмыр кешеді енді. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.